أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmet cemaat, Allah Teala bugünkü niyetlerimizde, ustagın oruzalarımızı Allah Teala kabul etsin. Bugünkü takribimiz menmendik, takabbarlık, kibirlik jayında bolmak. Yani takabbarlık degenimiz özün özgelerden, başkalardan jogary sanau degen manany bildiredi, bilesizler. Takabbarlıktın türü bolady. Takabbarlıktın bir türü adam bilimi arkalı takabbarlık jasaydı eken. Yani men başkalarından köp bilem, men siyahtı hiç kim bile almaydı, başkalarının barlığı nadan dep, özün jogary sanap, son tümünde adasıp ketedi adam. Ekinci türü adam күш кубаты аркылы takabbarlık жасайды. Men бәрін кырып жоямын, мен бәрін кырамын, менен асқан тасқан ешкім жоқ деп, адам күші аркылы takabbarlık жасап адасады екен. Келесі takabbarlıктың түрі ол Алла Таала оған берген байлығы жайында takabbarlık жасайды екен. Yani Алла Таала оған байлық берген болса, бұл байлықты мен өз біліммен, өз күшіммен таптым. Bunu men özüm gana taptım, Құдай маған берген жоқ деп, адам takabbarlık tanıtadı екен. Бұл жайында, осы байлығы арқылы, дүниенің артынан еріп, адасқан адамдар жайында Алла Таала Құранда, Пайғамбарымыз хадистерінде көптеген мысалдар келтірген. Солардың бірінде, Пайғамбарымыз хадистерінде байлығын түбінде адасқан сахаба, салабе деген сахабаның оқиғасы жайында біздерге баяндайды. Сахабалардың қатарында болған салабе пайғамбарымыздың қасында, Мәдинеде әрдайым пайғамбарымыз қасында табылған өте мұттақи, яғни Алладан қорқатын пайғамбарымыз әрдайым жанында табылатын өте тақуа сахабалардың қатарынан көрінген. Оның бір ерекшелігі, ол әрдайым таңнан кешке дейін мешітте жүретін болған. Тіпті оның лақап аты мешіттің құсы деп адамдар оны солай шақыратын болған. Қандай керемет, мешіттің құсы деген қандай керемет ат. Яғни таңнан кешке дейін әрдайым таң намазында мешітте, құптан намазында мешітті ашып мешіт жабатындай, сондай мешітке жүрегі байланған адамдардың қатарынан болған. Бірінші сапта әрдайым мешітте жүретін болған. Сондай мұттақи, сондай тақуа сахабалардың қатарынан болған. Алайда пенделік жасап, о сахаба, салабе дүниеге деген қызығушылық болды. Дүниеге деген қызығушылығы әрдайым жоғары болды. Яғни мен бай болып жүрсем, Алла Таала маған дүние берсе ғой, Алла Таала маған байлық берсе ғой деп әрдайым іштей тілеп жүрді. Әлбетте, байлық сұрау ол күнә нәрсе емес, бірақ адам байлық сұраған кезде де хайырлысын сұрау керек. Алла Таала бәріміз байлық сұраймыз, Алла Таала бізге дүние бер деп. Бірақ дүние бер деген кезде Алла Таала сол дүниені жақсы жолда игере алатындай, сол дүниені жақсы жолда жұмсай алатындай хайырлы байлық деп сұрау керек. Осында қай бірімізде байлық сұрасақ, Алла Таала маған беретін байлығын мен үшін хайырлы болса бер, болмаса маған керек емес деп тілеу керекпіз. Бұл сахаба салаба солай байлық сұрап қайта-қайта іштей тілеп, бір күн пайғамбарымызға келіп, «Я Алланың расулы, Аллаға дұға ет, Алладан тіле, Алла Таала маған байлық берсін деп тіле», деп пайғамбардан сұрайды. Пайғамбарымыз бірден оны қайтарып, бірінші өсиетін айтады. Шүкір ете алатын аз дүниен, шүкір ете алмайтын көп дүниеден хайырлы деп өсиет айтады оған. Алла адам баласына Алла Таала аз дүние берсе, оған шүкірі оңай болады, жеңіл болады. Ал қаншалықты Алла Таала адам баласына көп мал дүние берсе, оны сұрауы да қиын, шүкірлігі де қиын болады деген. Міне осылай шүкір ете алатын аз дүниен, шүкір ете алмайтын көп дүниенен Алланың құзырында хайырлы болады деп, оған өсиетін айтып қайтарады екен. Сонда да қоймай, дүниеге деген, нәпсі деген құмар жаман ғой. Сонда да Алла Тааладан тілеп, маған байлық болса екен деп пайғамбарымызға екінші рет келеді. Пайғамбарымыздан, «Я Алланың расулы, маған Алладан дұға етіңіз, маған Алла Таала байлық берсін» дейді. Сонда пайғамбарымыз оған екінші рет, «Мен сен үшін үлкен бір мысал емеспін ба? Мен сен үшін ең үлкен мысалмын» деп оны қайтарады. Қандай мағынада айтады? Егер Алламен ант етемін дейді пайғамбарымыз. Алламен ант етемін. Егер мен қаласам, бүкіл мына таулар, тастар, алтын, күміске айналып, мен артымнан ағылып, төгіліп жүрер еді деп айтады екен.
Яғни пайғамбарымыз қаласы солай болды. Егер пайғамбарымыз пайғамбар келген кезде періштелер оған қандай пайғамбар қалайсың деп сұрады. Қаласан бүкіл байлықты сенің алдына төгейік. Ал қаласан қарапайым бол деді. Пайғамбарымыз қарапайымдылықты таңдады. Сондықтан мен сен үшін үлкен мысал емеспін ба? Мен қаласам бүкіл байлықтың бәрі менің алдымда жүрер еді. Ал бірақ мен қарапайымдылықты таңдадым деп оны екінші рет қайтарады. Сонда да қоймай үшінші рет пайғамбарымызға келеді. Ойы мынандай жақсы, өзінше бір жақсы нәрсе ойлап, я Алланың расулы, егер Алла Тағала маған мал дүние берсе, мен осында қаншама мұқтаж адамдар бар, қаншама қиналып жүрген жетім жесірлер бар, мен соларға қамқоршылық танытып, оларға көмектесетін едім, зекетімді беретін едім, мал дүниемді мұқтаж адамдардың пайдасы үшін жарататын едім деп тағы да келеді үшінші рет. Пайғамбарымыз енді үшінші рет келген соң біліп тұр, сонда да дүниенің оны адастыратын. Сонда да Алла Тағаладан дұға тілейді. Я Алла Тағала осы салабаның сұрағанын бер деп Аллаға дұға тілейді. Әлбетте пайғамбардың дұғасы бірден қабыл болып, күн өткен сайын бірте салабаның байлығы көбейіп, қорасы малға толып, дүниесі күннен күнге көбейіп, тіпті сол кезде Мәдинаның сыртына тасып кететіндей мал дүниесі көбейіп кеткен екен. Басында он жақсы дұрыс жолда қолданды әлбетте, бірақ бірде сол мал дүниенің артынан жүгіріп, ақырын құлшылықтары азайып бастады. Мешіттің құсы деп аталатын салаба мешітке бір уақыт келмей қоятын болды. Уақыт намаздарына, 5 уақыт намаздың жамаатына кейбіреулеріне қатыспайтын болды. Тіпті тек қана 5 уақыт намазға мешітке келмей, тек жұма намазға қана келетін болды. Соңында жұма намазды да тоқтатты. Мал дүниенің артынан қуып, жұма намазға да келмейтіндей жағдайға жетіп, пайғамбарымыз бұл жағдайды біліп, салабаға обал болды деп өкінішін айтқан екен. Салаба сонда да енді пайғамбарымыз оған зекет жинау үшін өз сахабаларын салабаға жіберген кезде, салабаның соншалықты мал дүниеге беріліп адасқандығы, зекет деген ол Алла Тағаланың бұйрығы екенін білсе де, ол адасушылық, ол зекет деген нәрсе дұрыс емес деп, зекеттің өзін бермейтіндей мұнафықтардың қатарынан жан тапсырды. Міне, Алла Тағала мал дүние береді. Алла Тағала бәрімізге мал дүние береді. Бірақ берген кезде оның хайырсын сұрау керек. Алла Тағала Құранда «Әш-шайтану яидукумул фақр ва я'мурукум бил фахша» дейді. Шайтан азғырады дейді адам баласын. Мал дүниені берсең, сен мал дүниең азайып қалады. Сен кедей болып қаласың деп адамда азғырады дейді. Сондықтан адам садақа берген кезде қатты қиналады. Зекет беретін кезде қатты қиналады. Осы мен мал дүниенім азайып қаламай екен деп уайымдап бастайды екен. Былай қарасақ, Алла Тағаланың кеңшілігі, Алла Тағаланың уәдесі, мал дүниені одан ары 10 есе, 700 есе деп арттырам деген уәдесіне сенбей, шайтанның бір ауыз сөзін еріп, көп деген адам баласы садақа беруден, зекет беруден бас тартады екен. Бұл сахаба салабаның оқиясы жайында Алла Тағала Құранда Тәуба сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Алла Тағала Құранда айтады, олардан біреулер, егер Алла бізге өз кеңшілігімен мал берсе, әлбетте садақа беріп, игілерден болар едік деп Аллаға серт береді дейді. Салабаның оқиясы. Аяттың жалғасында, сонда Алла оған өз илтипатымен берген кезде, оның бергеніне сарандық қылып, сөзінен айнып, өтірікшілердің қатарынан болады екен. Адам баласы сондай, Алла Тағалаға серт береді. Мен осындай жақсылық істеймін, осындай қайырымдылық жасам, садақа берем, зекет берем деп серт береді екен, мал дүниені сұрайтын кезде. Алайда Алла Тағала берген кезде, соған сарандық жасап, мен сонша маңдай теріммен тапқан ақшамды неге біреуге беріп керекпін деп, шайтан азғыруына еріп, содан адам баласы адасады екен. Адам баласы ешқашан дүниеге толмайды. Адам баласы қаншалықты мал дүние тапса да, осы маған жеткілікті деп ешкім айтпайды. Ондай адамды көрмейсіздер. Қаншалықты миллиардтап тауып отқан адамдар, сонда да маған осы жетеді, тек маған емес, бүкіл жеті ұрпағыма дейін жетеді деп тоқтап қалмайды екен. Бұл жайлы пайғамбардың хадистерінде, Бұхариде келген хадисте, адамның екі таудай алтыны болса да, үшінші тауға қарап тұрады екен. Осы тауда алтынға айналса екен,
ол дүниеде менікі болса екен деп соны сұрайды екен. Сондықтан адамның қарнын тек қана топырақ тойырады дейді. Сондықтан адам баласы өте нәзік жағдайда болады бұндай кезде. Алладан сұраған кезде хайырлысын сұрау керек. Біз қаншалықты мал дүниені сұрасақ та, ол мал дүние ертең сұрауы одан да жоғары болады. Сондықтан Алла Тағала бізге берген мал дүниеге шүкіршілік айтып, егер көбірек мал дүние берсе, соны тура жолда қолдануды Алла Тағала біздерге нәсіп етсін. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.